Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ресторандағыдай салат жапырақтарынан ерекше бір дәмді соуспен жасалынатын салаттың түрін ұсынғалы отырмын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Ең алдымен лимонымызды осылай сығып, жарты лимонның суын алатын боламыз. Және оған сұйық май және де қара бұрыш, горчицаны да қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Соңынан міне қантымызды да қосып, және де туралған чесноктарымызды да қосып аламыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Міне осындай әдемі соусымыз дайын болады. Енді салат жапырақтарын осылай ұзыннан жіңішкелеп, соломка тәріздес етіп турап аламыз. Және де укроптарымызды майдалап турап аламыз. Енді қызанақтарымызды міне осындай бөліктерін алып, тігінен соломка етіп және көлденеңінен осылай кубик тәріздес етіп қызанақтарымызды турап алатын боламыз. Бұл жердегі соус бір тәтті де қышқылда емес, ерекше бір дәмді соус шығады. Міне салат жапырақтарымызды укроп, қызанақ, егер де қаласаңыз, болгарский қияр да қосуға болады. Және де соңынан міне дайындаған заправкамызды, соусымызды жақсылап қосып, араластырып, міне салатымызды осылай дайындап аламыз. Өте жылдам және дәмді, иісі енді бүкіл үйді алды ғой. Бір ерекше иісі де, дәмі де өзі де ерекше. Ресторандағыдай аура жасап, үйіңізді, отбасыңызды, жұбайыңызды қуантуға өте ерекше салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш.